Жалғасы басы өткен сандарда. Гаухар. Мұғалім, деді Гаухардың дауысы әрең шығып. Сіз? Күйеуі алқынып жатыр. Гаухардың көз алды қап-қара болып бара жатты. Қанша уақыт өткенін білмейді. Ол бір кезде көзін ашса, үстіндегі киімі жұлым-жұлым, жыртылмаған жері қалмапты. Күйеуі қор-қор етіп ұйықтап жатыр. Тек терезеден түскен саумал жарықтан маңайын ақырындап байқап қалды. Есік ашық, орнынан сүйретіліп тұрды. Тілерсегі дірілдеді. Әжетханаға барып, құсып жіберді. Суық сумен бетін жуды. Айнадан өз түрін көріп шошып кетті. Ақырын басып шағын бөлмеге келді. Кешегі өзі киген сұрғылт джинсы мен оны-мұны киімдерін көрді. Аяғына шұлықсыз кроссовкасын тез киді. Тыңдады. Баспалдақтан ақырындап бірінші қабатқа түсті. Дірдір еткен саусағының ұшымен пердені сырып, аулаға қарады. Күзетшілер көрінбейді. Сұқ саусағымен сыртқы қақпаның пультін басты да, қақпаға қарай жүгірді дерсің. Шарт етіп ашылып, сарт етіп жабылған қақпадан шығып үлгерген Гаухар бет алды жүгіре берді. Сүрініп құлады. Басын көтермей, жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Ешкім көрінбейді. Орнынан тұрып, ілбіп жүре берді. Ұзақ жүрді. Күн көтеріле ертісті жағалап, қаланы бетке алды. Басына ешқандай ой да келмеді. Бойындағы бағанағы қорқыныш та жоғала бастап еді. Енді маған бәрібір. Ертістің жағасында қыдырып жүрген адамдар табиғат ерекше сұлу жаратқан молы келіншектің жанынан әрі-бері өтсе де назар аудара қоймаған. Гаухар мына жалған дүниеде адам баласымен тілдескісі келмеді де, үн-түнсіз ағып жатқан ұлы ертіспен іштей сырласқысы келді. Қайран, ертіс өзенім, сенің қанша жыл, қанша ғасыр бойы ағып жатқаныңды білмеймін. Білетінім менің көз жасыма сенің куә екеніңді, сен менің құрбымсың. Олай дейтінім студент кезінде лекциядан кетіп қалып өзіне ғана бар сырымды айтушы едім ғой. Көз жасымды төгуші едім ғой. Ертістің кеудесі ауру қозғалып, беті көгеріп, тынысы әлсін шығып, еш жауап қата алмай, үн-түнсіз ағып барады. Жауап жоқ. Гаухар сөйлеп отыр, іштей. Ертіс, сен айтшы, алғашқы махаббатым қайратымды шын сүйемін. Жүрегім қан жылап отырып, талай рет өзіңе ғана айттым ғой. Сен куәсің, мұңыма да, сырыма да. Сол бір қарғыс атқыр түндегі толықсыған ай да куә. Осы кез ертістің беті шүпірлеп, ағаштардың жапырақтары сытыр-сытыр етіп, бір шолы өзіне жақындап келе жатқандай болды. Ту сыртынан ән естілді. Ақботаның сыңғырлаған ғажап дауысы естілді. Ай боп іздеп күнді, таң боп іздеп түнді, сағынамын әлдекімді, армандаймын аңсап. Жауынан қашқан екі ғашық Гаухардың жанынан жүгіріп өтіп бара жатыр. Бұрымды қыз сықылықтап күлді де, апай, жаңбырдың астына қалып қоймаңыз, бізбен жүріңіз, деді. Гаухар селқос отыра берді. Ақботаның сыңғырлаған үні үзіліп жетті. Келем деші күнім, келем деші бүгін. Жаңбырдың шуы, сұп-суық тамшылар. Гаухар орнынан тұрды. Мана өн бойына батырадай тиген күміс тамшылардың арасынан осы бір сұлу әнді қайратына арнағандай, тіпті өзі орындайтындай іздеп барады. Жаңбыр шуылы, сұлу ән үзіліп естіліп, жақындай берді. Малмандай суға малынып, сәл үңгірттеу кафенің ішіне кірді де тұрып қалды. Жаңбырдың шуылы жоқ, Ақботаның әні. Жан сырымды айтсам, тек жұлдыздар білсін. Айтшы, жаным, қайда жүрсің? Тәтті мұңға батып, сені күту бақыт. Өтсін мейлі, қанша уақыт. Күнгірт кафенің ішіне көзі үйрене бастады. Жан-жағына қараса, екі еркек сыра ішіп отыр екен. Қос алақанымен омырауын жаба қойды. Қош келдіңіз, деді даяшы жігіт жымиып. Жауының астында қалып қойдыңыз ба? Гаухар үнсіз. Келем деші күнім, келем деші бүгін. Сен білесің бе,
Мұна әннің сөзін кім жазғанын білесің бе? Жоқ, деді иығын қозғап. Өзіміздің Оразғали ағаның інісі Ринат. Қой, ей, ауылдағы жұмбақ айтыстың шебері Орекеңнің бауыры ма? Ой, Аллай, қанына тартып тұрған ұл десеңші. Кел, алып қояйық. Жеңгей осы әншақ ботадан керемет қызғанады ғой сізді. Ой, сенің жеңгең бар болсын. Телевизордағы әнші қыздан қызғанған несі? Оны мен тірідей көргенде емеспін. Дауысы ұнайды маған. Гаухар олардан алыстап терезенің алдында бос тұрған орынға барып отырды. Даяшы жігіт ширақ қимылдап, ас мәзірін алдына ұсынды. Гаухар сасқалақтап, джинсының қалтасына қолын салып еді, әбден дымқылданған $100 шықты. Бұл кешегі Васяға бермекші болған $300 біреуі еді. Даяшы жігіт дымқыл қағазды әрі-бері қарап, қазір курс 120 теңгеден ғой, мен 110-нан алайын, деді. Бәрін ала беріңіз, деді Гаухар. Оны-мұны дастархан үстіне қойып жатқан жас жігіт бір уыс ұсақ теңгелерді алдына қоя салды. Лимон салынған қара шайдан 2 ұрттап, бойы жылынып қалды. Терезеден сыртқа көз тастады. Жаңбыр шелектеп қойып тұр. Байғыз Торғай басын қорғап, жақтауды паналап, кішкентай тұмсығымен көмек сұрағандай су шайып жатқан терезені тық-тық еткізді. Әбден суланған шашын саусағымен тарамдап отырған ұзын бойлы жіңішке жігіт жанындағы сұлу қызға жымиып бір қарады да, Торғайдың тірлігін қарашы дегендей иегінен ұстап қойды. Баука, барып алып келейікші, деді сұлу қыз. Шашын бір сілкіген жігіт ақырын жымиды да кафеден шығып, бейшара Торғайды алып келді. Ботагөз, мына Торғайды бірдемеге орайықшы. Екеуі дастарханның шетін бүктеп Торғайды орап қойды. Гаухар жауын басталған кезде жүгіріп бара жатқан қос қашықты енді таныды. Қайрат екеуміз де осында едік қой. Құдайым-ай, құдайым, Қайратым қайда жүр екен? Тағы не қалайсыз, деді даяшы жігіт. Тіпті шайды да ішпей отырсыз ғой, ыстықтай әкелейін бе? Гаухар үнсіз. Ол қалың ойға шомылды. Қарғыс атқыр сол бір түнді ойлады. Соңғы қоңырау соғылған күн еді ғой. Мамыр айының соңғы күндері, әбден толықсыған толған ай, жұп-жұп болып тарасқан жастар, түн ауып еді. Гаука, бетіңнен бір сүйінші, деді Қайрат. Ұят болады. Кімнен, жаным? Көрдің бе? Деді Гаухар аспандағы айды нұсқап. Қайрат артына жалт бұрылғанда, бойжеткен тұра қашып, арықтан өтіп кетіп еді. Бозбала қуып жетті. Қане, айтшы, айдан ұялып тұрсың ба? Айда көзде, тілде жоқ. Тек менің жүрегім ғана сөйлеп тұр ғой, Гаука. Рас па, деді сұлу қыз көзін төңгеріп. Рас, жаным, рас. Шын сені ғана сүйемін. Өмір бойы сені алақаныма салып аялап өтемін. 10 баламыз. Жоқ, 15. Жоқ, 20 баламыз болады. 10 ұлымыз маған тартады, 10 қызымыз саған тартады. Бойжеткен қолмен бетін басып. Ұялмайсың ба сен сондай сөз айтуға? Екеуміз оқуымыз керек, ал сенің ойың болса, деп өкпелей сөйледі. Ренжімеші, Гаука, ренжімеші. Екеуміз жұмыста істейміз, үйімізде болады. Тек сен маған сенші. Мен сені ешқашан ренжітпеймін. Тек маған сенсең болды. Сенесің ғой, я? Ай жарығы төгілген ғажап түн еді бұл. Сол түні Гаухар ұяла-ұяла тұңғыш рет жігітке мойнынан құшақтатып, балғын ерінен алғашқы рет сүйгізіп еді. Басы айналып кеткен, айда шіркөбілек айналған, тоқтаусыз айналған, жылдам айналған. Қимай-қимай екеуі қоштасқан, екеуінің арасын бөліп тұрған арық қана болатын, тіпті елеусіз еді. Сол күні олар өмір өзеннің екі жағына ажырап кеткендерін білмеген, тіпті де ойламаған еді ғой. Күнде көтеріліп, бүкіл ауыл малдарын өріске айдап, абыр-сабыр болып жатқан кез. Арықтың бойында киімі жыртылған, ес-түссіз жатқан сұлу қызды әуелі ауылдың ойын балалары байқап қалған. Әне, ана жерде біреу өлгелі жатыр. Жоқ, өліп қалыпты, деді екіншісі. Қазан ошақтың маңында жүрген бір-екі әйел, ойбай, мынау әлгі жетім қыз ғой, деп беттерін шымшып, екеуі екі жаққа жүгіріп кеткен. Бір сұмдықтың болғанын байқап қалған ер жігіттер бойжеткеннің балғын денесін көргеннен кейін теріс айналған. Бұл сұмдықты кім істеді? Кім істесе де Құдай атсын. Кемсең етіп жылағандары да болды. Гаухар ес-түссіз еді.
Ауылда қайбір милиция бола қойсын, сельсовет те жоқ екен. Ауыл адамдары шарасыздықтан не істерлерін білмей тұрған. Сол кезде мектепте физкультурадан сабақ беретін Алан деген жігіт жетіп келіп: «Сендерге бұл не? Цирк па? Тараңдар! Бәрім өзім реттеймін. Бұл менің педагогтық парызым. Кәне, тараңдар!» деп үстіндегі жейдесін шешті де, шала жансар жатқан қызды орап, үйіне қарайып алып кетті. Жиналған жұрт қарап тұр. Бойжеткеннің әппақ, топ толып балтыры қып-қызыл қан еді. «Ойбай, мынаны қара!» деген дауыстан ойы бөлініп кетті. Жан-жағына қараса, бағанағы торғай шиқ-шиқ етіп кафенің ішінде ұшып жүр. «Бәлесін қарашы, жылы жерде әбден кептіріп алған соң ұша бастады, деді жігіт. «Ұшсын, торғай екеш торғайда ұшу үшін жаратылған», деді сұлу қыз. Гаухар Аскем жан-жағына қарап отырды. Көзі бір сәт кафенің қабырғасында тұрған, шашын жайып жіберген сұлу қыздың бейнесі бейнеленген картинаға түсті. Дәл маңдайынан бөлінген бетінің бір жағы ақ, бір жағы қап-қара. «Менің сұрқылт ойларымның ішінде жылап отыр жараланған періште. Ақберен» деген жазуды ап-анық оқыған Гаухардың жүрегі дір-дір етіп кетті. Терезеден қараса, жаңбыр да бәсеңдеп қалыпты. Орнынан тұрды. Еш сөз айтпастан қыз бен жігіттің жанына келді. Сонау бір жылдары күйеуі сыйлаған жүзікті саусағынан шешті де, екі жастың ортасына қойды. «Бұл не, апай?» деді Ботагөз. «Сендерге сыйлығым болсын». «Жоқ, апай», деді Бауыржан. «Бізге ешқандай сыйлықтың керегі жоқ». Осы кезде олардың жанына келген даяшы жігіт Гаухарға қалдырып кеткен ақшасын болмай алғызды. «Апай», деді Ботагөз күлімсіреп, «сыйлығыңызды қабыл ала алмаймыз, тек ренжімеңізші». «Рас айтасың, сіңілім», деді күрсініп Гаухар. «Бұл жүзік маған да бақта келмеген. Сендерге де өз жүзіктерің бақта келсін». «Рахмет, апай. Мүмкін бізбен отырып шәй ішерсіз», деді Бауыржан. Гаухар көздері боталап, екі жасқа қарап, үн-түнсіз кафеден шығып кетті. Торғай шырылдады. Далаға шыға салып, кең тыныс алғанда, аспан ала тақияланып, көк көйлегінің етегі көрініп қалыпты. Желкем жел дым бүркеді. Гаухар тобығымен су кешіп жүріп келе жатып, қолындағы жүзікті лақтыра салды. Қанша уақыт жүргені белгісіз. Автобустардың аялдамасына келді. Аялдаманы паналаған адамдар өте көп екен. Новостройка аэропорт, базар облбольница, барахолха саяхат, стеклянка восточный деп айқайлаған дауыстарға жалт қараса, 5-6 микроавтобустар тұр екен. Елеусіз келді де біреуінің ішіне отыра салды. Топырлап адамдар мініп жатыр. Көп ұзамай автобус орнынан қозғалды. Ығы-жығы. Бір кезде олар қала сыртына шықты. Автобус ішіндегі адамдар сирей берді. Оның жанына 14-15 жасар әдемі бала келіп отырды. «Әй», деді 5-6 фляктың ортасында тұрған әйел. «Сен қымыз апарып жүретін Тунапайдың хозяйкасы емес пе? Өзі ішіп алған ба немене? Есің дұрыс емес сенің. Шірген байдың қатын емес пе? Олар автобусқа мінбейді. Қайсы дейсің өзі?» деп мойнын созып қояды. «Әне, 11-ші маршруткаға мінді». Қақалып шашалып, қайықтай шайқалып, ақ газель орнынан қозғалып кетті. «Апай, сіз 7-ші дачаға бара жатырсыз ба?» деді жанына отырған бала. Гаухар үндемеді. Деді бала. «Сіз Старая Крепостьқа бара жатырсыз ғой. Ол жақта бүлдірген көбіседі, я, апай. Бізден ары қарай 7 остановка жер ғой». «Я», деді баланың көңілін қимай. «Өзің қайда барасың?» «Атам, апам үшеуміз 7-ші дачаға барамыз. Менің көгершіндерім бар. Қаласаңыз сіздің де немереңізге берейін. Менің есімім Мағжан». Гаухардың басы шыңылдап, жүрегі солқ-солқ етті. «Қарағым-ау, қайдағы немере? Менде бала да жоқ қой. Менде енді ештеңе де жоқ. Қайратым да жоқ. Мен бәрін де жоғалттым. Мен енді тірі өлікпін. Аспан да, жер де енді менікі емес. Мен сорлы бір әйелмін. 12-де бір гүлі ашылмаған бойжеткен едім. Енді міне». Терезеге қарап кетті. Күн ертіске қарай еңсесін сүріп келе жатыр екен. «Апай, апай», деді Мағжан оның білегінен тартып. «Сіз білесіз бе? Менің атам жазушы болған кезінде, бірақ мен кітаптарын оқыған жоқпын. Бәлкім сіз оқыған шығарсыз. Апам бәрін өртеп жіберіпті. Мүмкін сіз оның
Париждің ғажап әтірі деген алғашқы кітабын оқыған шығарсыз. Оны қайдан табуға болады? Егер тауып жатсаңыз, біз 7-ші дачада тұрамыз. Көгершін асырайтын Мағжан десеңіз, елдің бәрі біледі. Сіздің немереңізге ең таңдаулы көгершіндерімді берем. Тек атамның сол кітабын тауып беріңізші. Атам соған ашуланып кешке шейін арақ ішеді. Өзі маған ұят екен. Қойсаң шата десем, кітабымды тауып берші деп жылайды. Гаухар баланың басынан мейірлене искеді. Аман жүр балақай. Апай, деді Мағжан күлімсіреп. Немереңіз алыста ғой, сіз оны сағындыңыз ғой. Иә, қарағым, мен оларды осы уақытқа дейін көп күттім. Енді мәңгі сағынатын болам. Не? Деп Мағжан шошып кетті. Әлденеге ыңғайсызданғандай екі беті ду-ду етіп қызарды. Басын қаси берді. Осы кезде жандарына тізеші шыққан трико киген, шолақ жең жейдесі әбден тозған, көз алды көл-көл кеткен, басында ши қалпағы бар Мағжанның атасы келді. Макс, бағанағы апаңнан тыққан шөтешке қайда? Әкелші бір ұттап жіберейін. Бала ұялғаннан бетін баса қойды. Ата, уйди, пожалуйста. Макс, қолыным, берші, бірақ рет ұрттайын. Бала атасының кетпейтінін білді ме, қолындағы пакетінен ақырын құтыны шығарды. Шал тізерлеп отыра қалды да, қылқ-қылқ еткізді. Қолдары дірілдеп құтының аузын жапты да. Кешіріңіз, қарындас, деді. Гаухар үндемеді, терезеден ертіс жаққа қарады. Сирек қарағайлардың арасынан жалт-жұлт етіп бір сәуле көрініп қалады. Автобус тоқтады. 7-ші саяжай, деп өңешін созып қойды толықша келген кондуктор келіншек. Жолаушылар түсіп жатыр. Сау болыңыз, апай, деді Мағжан басын қасып. Бізге қонаққа келіңіз. Көгершін асырайтын Мағжан десеңіз, бәрі таниды. Атамның кітабын іздестіре жүріңізші, я, апай. Гаухар қолын созып баланы өзіне тартты да, баланың маңдайынан мейірлене искеп алды. Бірақ бір ауыз сөз айтпады. Айта алмайтында еді. Тіл көзден аман жүр, балапаным. Мен сіз жайлы керемет повесть жазам, қарындас. Есіңізде болсын, сосын бірге отырып виски ішеміз. Әдірем қалғыр қақпас, қайдағы повесть жазған саған, алдымен басыңды жазып алшаңшы, таңертең картошка қассаң 100 грамыңды берем. Шынымен 100 грамм бересің бе? Түс дедім ғой, шық, деді бәйбішесі. Шал жерге түсті. Қарындас, мені ұмытпай жүріңіз, мен сіз жайлы повесть жазам. Апай, сау болыңыз, деп қолын бұлғады Мағжан. Сіз түспейсіз бе, деді етжеңді кондуктор әйел. Мен старая крепостьқа барам, деді бар күшін жиып алып. Кондуктор әйел оған тесіле қарап алып. Сізді бұрын соңды көрмей едім ғой, туыстарыңызға бара жатырсыз ба? Гаухар үнсіз басын изеді, жүрегі шаншып. Қайдағы туыс менде, құдайым-ау, қайдағы туыс. Жер жағанда жалғыз қалдым ғой, жалғызбын. Автобус тас жолда тасырқамай келеді. Гаухардың көзі қып-қызыл боп, ертіске батып бара жатқан күнге түсті. Шопыр жігіт магнитофонды іске қосты. Дауысын күшейткені соншалық, салонның іші жаңғырып кетті. Кінәлама мені. Мұңаяда, қуанада білем. Тамшы болып жесір қатқан гүлдегі, үмітімнен тайып жүрем. Кінәламаймын, жаным сені, Қайрат. Сен мені іздеп келдің ғой. Сол күні терезеден секіріп түссем, мәңгі сенмен бірге болатын едім ғой. Кінәламаймын сені, Қайратым-ау, кінәламаймын. Кінәламаймын деп айқайлап жібергенін өзі де байқамай қалды. Ақырындатшы, деді кондуктор келіншек күйеуіне. Музыка ақырындады. Мен сізге зачаңызды қайтарып бергенмін, деді. Гаухар күңіреткен ертіске қарап отыра берді. Кондуктор әйел сұқ саусағын шекесіне апарып айналдырып қойды. Есі дұрыс емес қой деймін. Өмірім менің сұрақтардан құралған, көңілімде мұңсыз өмір сүре алман. Сенімім мені шырақ жағып тұр алдан, ұсынумен тағы бір арман. Шіркін-ай, деді шопыр жігіт. Майкл Джексон дейді бәрі. Ән айтса осы Мейрамбекте келтіріп айтпай ма? Ия, деді кондуктор келіншек. Баяғда студент кезімізде осы Мейрамбек құртақандай бала бос торғай деп ән айтқанда жылаушы едік қой. Есімде бар, деді шопыр жігіт. Студент кезімде сені сонау Каменкадан Ленин сарайында болған тамашаға апарып едім ғой. Әкеңнің бостан босқа нархозда оқыдым. Сен де 5 жыл Жемпейде босқа оқыпсың.
Шүкір де шалау, шүкір де. Балалар жетсін, қолымыз босайды. Қайдағы босаған? Сен қатында қайдағыны айтады екенсің. Осы кезде автобустың алдына бір джип пен Мерседес кеп тоқтай қалды. Өңкей қара костюм киген еңгезердей 5-6 жігіт келіп жетті. Ойбай қатын, рекет келді. Ақшаны тық. Құдай-ай, рекет деген жоғалып еді ғой. Бұл қайдан шыға келді? Милицияға звонда, милицияға. Еңгезердей Дима есіктің екезуін екі жаққа айырып жіберді де ішке кірді. Гаухар айғайлап жіберді. Жоқ, қолмен орындықтың темірінен мықтап ұстап алған. Жоқ, бармаймын. Алан екі оқағармен ол да автобустың ішіне кірді де Гаухарды отырған орындығымен қоса қопарып жұлып алды. Гаухар оның бетін қан жосағып тырналап жүр. Сонда да қарамады. Кондуктор әйел айқайлап сөйлеп келе жатыр еді. Бір оқағар пистолетін шығарып, үндеме дегендей белгі берді. Әй, деді шопыр жігіт. Біз бұл автобуста аренда қалғанбыз. Хозяинге қалай төлейміз бұны? Убери, деді пистолет ұстаған жігітке Алан. Ал сіз, братан, бізді көрген жоқсыз. Ақша керек пе сізге? Деп әр қалтасынан бір пачка көк доллардан ұстата салды. Бұл менің сіздерден кешірім сұрағаным. Игілігіңізге жұмсаңыз. Еш сұрауы жоқ бұның. Олар Гаухардың айқайлап жылағанына қарамастан, оны автобустан алып түсіп кетті. Шопыр мен кондуктор әйел бір сәтке үнсіз орындарында сілейіп тұрып қалды. Жаңағылардың көліктерінің шуылы біраз естіліп барып басылды. Әлгілер кетті ме? Деді күйеуі сыбырлап. Не, қорқып тұрсың ба? Деп әйелі мырс ете түсті. Жоға, мына ақшаны не істейміз дегенім ғой. Ол ақша енді сенікі. Қайтып кеп, әкең процентмен қайтар демей ме? Сен де қайдағын айтасың ау, оларға ақша керек жоқ. Сені де, мені де, ешкімді де іздемейді. Олардың жоғы басқа. Әй, пәлсапаңды соқпашы. Ішім жанып бара жатса, қайдан білесің? Бұл постановка шығар. Не деген байлық шашылып жатқан? Ондай болса, ана еріккен қатын біздің автобуста неғып жүр? Ол еріккен әйел емес. Ол нағыз бақытсыз әйел ме деймін. Әй, мұнандай ақшамен адам бақытсыз болам екен, деді күйеуі уысындағы ақшаны сілкіп. Айтарын айтса да, өн бойындағы қорқыныштан арылар емес, бір орында сілейіп әлі тұр. Сен де айтасың ау, сен бе әйелдің жанын түсінетін? Білем ғой мен сені, өмір бойы бірге келе жатырмыз ғой, деп терең күрсінді. Көзіне жас алды. Қараңғы түсіп келе жатыр еді. Қараңғы, қап-қараңғы. Сол қараңғының құшағында Гаухар да бар еді. Кең төсекке әкеп жатқызып, білегінен, әр жерінен укол салған. Сөйлей де алмай, қыстығып жылай да алмай, сұлқ түсіп жата берді. Қол аяғы ұйып барады. Ай сәулесі молынан төгіліп тұр. Бірақ Гаухардың көз алды, сонау бір қарғыс атқыр түндегідей қап-қара боп кетті. Құлағына ән үзіліп жетті. Келем деші күнім, келем деші бүгін. Күн көзін ашып алған. Төңірек ақ қанаттанып, түнемелдің ішінде әрбір жерден күміс шыршықтар ойнай бастаған. Дәрігер, оянды, деді күтуші әйел. Гаухар көзін сәл ашып, мен қайдамын, Тунапай, деді. Құдайға шүкір, үйдесің, өз үйіндесің, ақылың бар ғой сенің, айналайын. Бекер болды, апай, бекер ғой, бекер. Айғайлай алмай қайта талықсып кетті. Сол жатқаннан Гаухар келесі күні түсте бірақ көзін ашқан. Бұл жолы сергек, тіпті ештеңе болмағандай, қайраттанып өз аяғымен тұрған. Бойына бір күш біткендей. Есік ақырын ашылды. Бір себет гүл көрінді. Вазияға екен. Айналайын қызым, сені оятып жібердім ба? Деді өзінше сабырлы болғансып. Гаухар жауап қатпай терезе жаққа мойнын бұрап еді. Екі дәрігер келіншек ұйықтап жатыр екен. Үстеріндегі ақ халаттарын да шешпепті. Қызым, деді Вася дауысы дірілдеп. Мынау өзіңе әкелген гүлім. 4 жыл баптап өсіріп едім. Сен бұл үйден кетсең, мен де кетем. Бір күнде тұрмаймын деп, кемсең етіп жылап жіберді. Айналайын қызым, осы үйде маған дұрыс қарайтын сен ғанасың. Сен кетсең, мен жетім шал боп қаламын ғой. Гаухар үндемей келіп құшақтады. Шалдың селкілдеген екі иығынан сипады. Жылақсы келді, жылай алмады. Көз жасы суалған. Сіз шығыңыз, деді оянып кеткен дәрігер.
шалдың жеңдерінен тартқылап. Жоқ, жоқ, деді Гаухар тістеніп. Сендер өздерің шығыңдар. Гаухар Өмірзақовна, деді егделеу келген біреуі. Сіздің қан қысымыңызды өлшеуіміз керек. Мен шығайын, қызым. Бұлар дәрігерлер ғой. Әбден қаралып алшы, балапаным, деп шал шығып кетті. Екі дәрігер екі жақтап қан қысымын өлшеп әлек боп жатыр. Сіздер мені әуелемеңіздерші, жатып демалайын, деді Гаухар. Екі дәрігер біраз қарап тұрды. Гаухар жамылғысын бүркеніп, орнына барып жатып қалды. Жым-жырт, есік сарт етіп жабылды. Қанша жатқаны белгісіз, Диманың жөтелгені естіді. Жамылғыны сыпырып қараса, еңгезердей оққағар терезенің алдында тұр екен. «Әй, скотина!» деді Гаухар ызаланып. «Ко мне!» Дима екшаттап жақындап келді. Бет аузы тырналған, жоса-жоса. «Сен менен 2 жыл бұрын $5000 ақша алдың ба?» «Дәл солай. Сол ақша өзіңе қалсын. Бірақ бір условиям. Ешкімге білдіртпей маған у әкеп бересің. Егерде әкелмесең, бақшаның ішіне басыңа дейін көміп, Васяғай аузыңа 3 мезгіл су тамызып отыратын болады. Если с головы Кайрата упадет ход волосок, я тебя уничтожу. Бұның бәрін істеген сенсің. За все теперь будешь отвечать». «Да вы что?» деп Диманың көзі бақырайып кетті. «Бар, у тауып әкел маған». Достар, әңгіменің 3-ші бөлімі осымен тәмам. Өзін зорлаған күйеуі екенін білген Гаухарның ендігі әрекеті қалай болмақ? Ол уды іше ме, ішпей ме? Алдағы бөлімнен білетін боласыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық. Алдағы бөлімді жіберіп алмас үшін каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қоюды да ұмытпаңыздар.